Жақсы әйел болуға тырыса бермеңіз. Себебі неге? Кез келген әйел бақытты, әрі ұзақ өмір сүргісі келеді. Ол үшін әйел көп нәрсені қажет етпейді. Қарапайым, қалау тілектерінен ақ ол бақыт таба алады. Мысалы, әйелдердің де өз хоббиі бар. Ол да үй шаруасынан бір уақыт босап, сүйікті ісімен айналысқысы келеді. Күні бойы үйде болғанымен, жексенбі күні ол да әдемі демалыс аңсайды. Ол да өзін еркелеткенді, мақтағанды, жұбатқанды, аялағанды қалайды. Расында да өте қарапайым қалау, кішкентай ғана арман тілек. Бірақ та әйелдің барлығының бұл арман тілегі орындалып жатыр ма, әлде жоқ па? Қандай әйелдің қалауы орындалмайды? Сенесіз бе? Психологтардың айтуынша, көбінесе тым жақсы әйелдердің арман тілегі орындалусыз қалады екен. Сондай-ақ, күйеуі тастап кететін әйелдердің де басым бөлігі жақсы әйелдер. Күйдіріп жататын ұл қыздардың көбісі жақсы әйелдердің балалары. Неге? Қалай ойлайсыз? Жақсы әйелдердің жақсы әйел болып жүріп жіберетін қателіктері. Ол отбасының барлық жүгін өзі арқалау. Елестетіңізші, түнімен беймаза балаңызды тербетіп, ұйықтай алмадыңыз. Таңертең тың болмаса, 1 сағат көзіліп тынығып алмақшы едіңіз. 7-ші сыныпта оқитын ұлыңыз бас жағыңызға келіп, «Мама, неге көйлегімді түнде үтіктеп қоймадыңыз? Сабақтан кешігетін болдым», деп жыламсырап тұр. Айна алдында тұрған күйеуіңіз, «Жата бермей тұршы, біз кеткен соң ұйықтамағанда не істейсің?» дейді. «Мынаны байлап берші» деп галстугін бір тағып, бір шешіп ашуланып күйеуіңіз тұр. Осы кезде ас үйден студент қызыңыздың «Бүгін таңғы ас ішпейміз-ау деймін» деген даусы тағы естілді. Сол-ақ екен, бесіктегі нәрестеңіз шырылдап, жылап қоя берді. Басыңыз ауырып, әліңіз құрып, төсектен әрең көтерілдіңіз. Ары қарай не істейсіз? Кеңес: еш нәрсе істемеңіз, керісінше істетіңіз. Түн ұйқымды 4 бөліп, ұйықтай алмадым. Шаршап тұрғанымды байқамадыңдар ма? Басым ауырып жатыр деп, даусыңызды қаттырақ шығарып айтыңыз. Содан соң, ініңді жұбат деп ұлыңызды бесік тербеткізіңіз. Қызыңызға кеше киімдеріңді үтіктегенде, ініңнің де ақ көйлегіне үтік баса салсаң, нең кетеді? Үтікте ініңнің көйлегін деп бұйырыңыз. Ал күйеуіңізді бір кесе су әкелуге ас үйге жұмсап, бас аурудың дәрісін ішіп, тынығып жатыңыз. Қашанғы бәрінің қамын ойлап, өзіңізді құрбан ете бермексіз. Жақсы әйел боламын дегеніңізде не шықты? Айтыңызшы, сіздің түн ұйқыңызды 4 бөліп, ұйықтай алмағаныңызды қайсысы түсінді? Түнімен жылап, таңға жақын ғана ұйықтаған бесіктегі баланы оянып кетпесін деп қайсысы сыбырлап немесе жай сөйлесті? 2-3 күннен бері ауырып жүргеніңізді қайсысы байқап, жаны ашыды? Біреуі қай жерің ауырып жатыр, қандай дәрі керек деді ме? Осы уақытқа дейін ауырғаныңызды да, шаршағаныңызды да сездірмегендіктен, олар сізді ешқашан ауырмайды, шаршамайды деп ойлайды. Жетер, сіз де робот емессіз ғой. Мазаңыз болмай тұрса айтыңыз. Күйеуіңізді, ол қызыңызды дәріге жұмсаңыз. Сонда сіздің де ет пен сүйектен жаралғаныңызды, ауыратыныңызды білетін болады. Шаршысаңыз тынығып демалыңыз. Сонда әркім өз шайын қойып ішуді үйренеді. Мектепке уақытылы бармағаны үшін ешкімді мектептен шығарып жібермейді. Есесіне кешкісін киімін дайындап жататын болады. Галстук тақпағаны үшін күйеуіңізді кеңсеге кіргізбей қоймас. Таңғы ас ішпегеннен ешкім өлген емес. Ал қан қысымыңыз кенеттен төмендеп кеткеннен және тым жоғарылағаннан
денсаулығыңыздың сыр бергеннен өлгендер көп. Ойлап көріңізші, ауырып тұрсаңыз да сүйретіліп жүріп, бәрінің айтқан орындап, біреуін жұмысқа, екеуін оқуға шығарып салдыңыз да кеп құладыңыз. Сол жерде жан тапсырдыңыз делік. 18 жастан асқан қызыңыз еркелігін жинастырып, тамақ істеуді үйренуге мәжбүр болады. Күйеуіңіз амал жоқ, галстук байлауды үйренеді. Ал ұлыңыз өз киімдерін өзі үтіктеуді үйренеді. Олай болса, бірінші орынға өз денсаулығыңызды қоюды үйреніңіз. Ауыра қалсаңыз, уақытлы, создырмай, оздырмай жүре бермей, медициналық тексеруден өтіп, қажетті емді қабылдаңыз. Ауруханада жатсаңыз да, өліп қалсаңыз да, күйеуіңіз бен балаларыңыз өз күндерін өздері көре алады. Жақсы әйел, ол ешкімнің көңілін қалдырғысы келмейді. Жақсы әйел жұрттың пәленшенің әйелі, пәленшенің анасы, пәленшенің келіні деген жаман аттың телінгенін қаламайды. Сондықтан да күйеуінің бүкіл туысқаны мен достарына ұнауға, мінсіз боп көрінуге тырысады. Қай ағайынның туыстың үйінде той жиын болса, соның үйінде дайындық қаммен, тіпті түнімен 2-3 күн ұйықтамай жүре береді. Қайын сіңлісінің туған күніне 100 самсаны пісіріп тастап, ертеңіне тынымсыз қонақ күтіп шапқылап жүре алады. Қат-қабат жұмыстан шаршап шалдығып, жексенбіге жеттім-ау дегенде, қолы бос құрбысы телефон соғып, бірге дүкенге, базар аралауға, немесе банка жабуға шақырады. Жақсы әйел оған жоқ деп те айта алмайды. Өйткені ол ешкімнің көңілін қалдырғысы да, ренжіткісі де келмейді. Есіңізде ұстаңыз. Жұрттың ой пікірі сізді уайымдатпасын. Барлық адамға ұнау мүмкін емес. Пісірген самсаңыз қонақтың онына ұнаса, екеуі салмасының аз болғанын, не тұзының аздап кем болғанын міндетті түрде айтады. Иіліп жастық болып, әрдайым күліп қарсы алсаңыз да, әйтеуір жақтырмайтын бір пенде табылады. Бұл рас. Күні бойы уақытыңызды арнап, ауыр сөмкесін көтеріскеніңізбен, қоштасарда артықтау айтқан бір сөзіңіз үшін көтере алмай ренжитін құрбыларыңыз да болады. Сондықтан да барлық адамға ұнауға тырысуды доғарыңыз. Барлық адамға ұнайтын ақша емессіз. Сіз адамсыз. Сізге берер кеңес: өзгені ренжітуден, уақытыңыз, мазаңыз болмай тұрса, жоқ деп айтудан қорықпаңыз. Ал ренжітіп алсаңыз, бекер олай еттім деп, өзіңізді жазғырып, күш қуатыңызды сарп етпеңіз. Сізді де ренжітетіндер бар ғой. Бірақ түсіністікпен қарап, ол адамның орнына өзіңізді қойып, ерте ме кеш пе ренішіңізді ұмытасыз. Түсінігі болса, ол да кешіріп татуласар. Балдай тәтті қарым-қатынас еш жерде жоқ. Тек түсіністік бар. Егер кешірмесе, ақталып дәуре болмаңыз. Сіз ақталып, өзіңіздің кінәсіз екеніңізді айтып, көзін жеткіземін деп, бұрыс ойыңыздың болмағанын айтып, көңіліңіздің таза екенін дәлелдеймін деп жүргеніңізде, қаншама уақытыңыз бен жүйке жасушаларыңыз жоғалады. Сондай-ақ, жоқ деп айта алмай өзгенің қалауын орындап жүргенде, өз қалау тілектеріңіз орындалусыз қалады. Бос уақытыңызды өзіңізге арнаңыз. Сіз жақсы әйелдің кейпінде болып жүргенде, сіз туралы жұрттар ол өте кешірімді және көнбіс деп ойлайды. Қазақта жұмсақ адам жұртқа жем, жұмсақ ағаш құртқа жем деген сөз бар. Кешірімді болған дұрыс, бірақ тым жұмсақтық таныта бермеңіз. Ұл мен қыздың да, күйеудің де қателіктеріне үнемі көз жұма беруге болмайды. Пікіріңізді, эмоцияларыңызды іште сақтай бермеңіз. Я, аяйтын шығарсыз.
Бұл әйелдердің ең көп жіберетін қателігі. Балаңызды аяп, тәрбиеде жұмсақ боларсыз. Күйеуіңізді аяп, оның қарыздарын өзіңіз төлерсіз. Бірақ, дәл осылай, жұмсақтық таныта берсеңіз, олар салғырт, уайымсыз, жалқауға айналады. Кейін жұмыссыз жалқау күйеуіңізді ғана емес, қолынан іс келмейтін, бос, болбыр ұлды да, оның отбасын да өзіңіз асырайтын боласыз. Сондықтан да, тым кешірімшіл болмаңыз. Әрине, кейбір қателіктерді елемеуге, кейбір ақмақтыққа байқамаған сыңай танытуға, кей әлсіздікке кешіріммен қарауға да болады. Бірақ, қайта-қайта кешіре беруге болмайтын қателіктер бар. Және жұмсақтығыңызды пайдаланып, есіріп, ессіздікке баратындар да жоқ емес. Ендігі кеңес: қателігін айтыңыз, ескертіңіз. Түзетуге, түзелуге мүмкіндік беріңіз. Бірақ шыдай бермеңіз. Есі кірген балаңыз өз көз жасын өзі сүртіп үйренсін. Жығылса өзін өзі демесін. Жалпақтай бермеңіз. Қашанғы оларға кешіріммен қарап, қалауларын орындай бересіз. Сіздің қалауыңызды кім орындайды? Сізді кім аяп жатыр? Ал құрметті әйел қауымы, есте ұстаңыз. Күйеуге де, ол қызға да шектен тыс аяушылық пен жұмсақтық таныта беруді доғармасаңыз, өмір сізді аямайды. Әйелдің өз денсаулығын, өмірін, арман мақсаттарын, қалау тілегін, тіпті өзін ұмыттыратын басты үш қателігі осы. Ал айта берсек, жақсы боламын деп әйелдің өз өмірін қиындатып, мәселесін көбейтетін осы секілді қателіктері өте көп. Тым жақсы әйел болуға тырыса беруді доғарыңыз. Золушка синдромынан бақыт тапқан әйел аз. Дұрысы, жақсы әйел емес, ақылды әйел болуға тырысыңыз дер едік. Сонда өмірдегі қиындықтарыңыз азаятын болады. Құрметті оқырман, каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, төменге өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Ақпарат ұнаса, достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта каналымнан сіздерге пайдалы ақпараттар, нақыл сөздер шығаруға тырысамын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі видеода жолыққанша аман да сау болыңыз.